қалайсыздар? Не жаңалық? Менде бүгін түскі шектаным, түскі кафем демалыс. Түске дейін ұйықтадым. Қазір кешкі кафеме барамын. Кешкі кафеме операциядан кейін жұмыс істеуге болмайды деп бір ай үйде демалғанмын бармай. Кешеден бастап кешкі жұмысыма шықтым. Мен өте операциядан кейін көп қан жоғалттым. Мына жақта қызылша, алма және сәбіздің соғы. Басым айналып, көзім қарауытып жүреді. Осы соқты күніге 2 рет ішем. Аш қарынға ішем және түсте ішемін. Почти бір аптадан кейін ба, көзім қарауытып, басым айналып қойды ғой. Кореяда осындай пакетиктерде соқтар өте көп сатылады. Чем натуральный соқтарды осындай кішкентай пакетиктерге ішіне 1 стакан ровно сияды. Өте көп сатылады, өте көп ішеді. Осы бар ғой, Қазақстанда 30 жасыма дейін вообще бетіме крем жақпағанмын ғой. Сонда бір анау черный жемчуг дегендер тұрады ғой. Сол крем еще бір жақсан, бір жағасын, бір жақпайсын. Осы крем жағу үрдісін, тәртібін, мәдениетін, бет күтімі деген мәдениетті осы Кореяға кеп кәрістерден үйрендім ғой. Бұл жақта еркегі де, әйелі де міндетті түрде 3 слой крем жағады. Бірінші сыворотка жағады, тонер, эмульсия, содан кейін крем жағады. Осы не бізде Қазақстанда бет күтімі мәдениеті жоқ. Бетті күту керек, бетке осындай неше түрлі кремдер, сывороткалар жағу керек. Енді қазір болып жатқан шығар енді Қазақстанда. Қазақстаннан кеткеніне 5 жыл болды ма? Менің 5 жылда енді өзгерген шығар. Бірақ мен 5 жыл бұрын бар кезде ешқандай бет күтімі мәдениеті жоқ еді. Даже әпкелерімде де, менің мамаларымда да күніге азанда кешке 3 слой кремдер жағуды осы Кореяға келіп үйрендім ғой. Қазір сыворотка жақтым. Одан кейін тонер, эмульсия, көз айналасына крем жағам. Кореяда біз етті почтадан заказ береміз. Менің заказым келді. Құрма заказ бердім. Финики. Құрма шаймен ішкенге. Чечил заказ бердім. Гречка. Перловка. Қазір күн ыстығына айранмен. Содан кейін горох. Горох заказ бердім. Малинан вареньесі куповет жемегелі. Лечо, Өзбекстанда жасалған. Және 1 килограмм фарш. 1 килограмм сирдің еті. Етін заказ бердім. Кесілген. Мындай кесілген. Шеттермен, сорпаға, қуырдаққа. Зор кетеді оны 4 килограмм қойдым еді. Өстіп арнайы кесіп дайындап қойған. Нан кеше заказ бердім. Бүгін уже әдетте келді. Қазір бізде сағат 1 болып жатыр. Кеше осындай сағат 1-лерде заказ бергем. Бүгін уже келді. Кореяда почта қызметі өте тез орындалады ғой. Тез келеді почта. Кеше сұстағамыз ғой. Ашып кетіпті байқұс. Сонымен кеше қайнатып. Кішкентай осындай творог шықты.
етіне чеснок жейді. Қалайсыздар? Мен кешкі жұмысыма келдім. 영숙이 стол дайындап жатырмын. 영달이 영숙이야. Мені 6:30-да 4 адам келеді. Не? Қалайсыздар? Мынау 5 стол. Қазір заказ берді. Мынаның бәрін қойып шығу керекпін. Салфетка, қасығын, тарелкасын. Кеш жарық, мен жұмыстамын. Ет жейді. Еттің шоғын үстіп әкеліп тастаймын. Темірдің бетіне етті қуырып жеп отырады ғой. Соны суға жетіп қоямыз. Соны жуады. Мына бағана жайған столым ғой. Осының бәрінен қазір жинаймын. Қалайсыздар? Мен кешкі жұмысым аяқталды. 5 сағат жұмыс істедім. Бүгін өте адам көп болды. Бізде жаңбыр жауып тұр. Мен үйге баратырмын. Қайырлы түн.